Сәлем қыздар, бүгін біздер қонақтарыңызға, отбасыларыңызға бір жегеннен ақ тәтті болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қайнаған ет, банкідегі огурцы, дайын корей салаты, огурцы, помидор, чили помидоры да болады. Және де тәтті болгар бұрышы, чим-чим приправасы қажет болады. Осылай тәтті болгар бұрышын кесіп алып, майға жұмсарғанша қуырып аламыз. Кішкене майға, көп май қажет емес. Кейін осылай қиярларымызды дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Үлкен көлемде болса, онда 3-4 бөлікке бөлсеңіздер болады. Енді кішкентай болғаннан кейін осылай барлығын домалақтап кесіп алған болатынын. Кейін банкідегі қиярымызды дәл осылай домалақ етіп турап алып, барлығын салат салатын ыдысымызға біріктіріп сала береміз. Содан кейін осылай етімізді де әдемі етіп біркелкі болғанша турап аламыз. Кейін барлығын осылай салат салатын ыдысымызға саламыз. Үстіне дайын корей салатын саламыз. Және де майға қуырылып жұмсарған тәтті болгар бұрышын салатын боламыз. Үстінен осылай сарымсағымызды езіп салып жібереміз. Дәміне қарай тұз және де паприка сепсеңіздер болады. Содан кейін 3 қасық осылай чим-чим приправасынан саламыз. Және де ең соңғы осылай кетчуп қосуды ұмытпаңыздар. Бұл салатқа ерекше дәм беретін осы кетчуп. Кейін барлығын жақсылап араластырып, дайын болған салатымызды осылай ыдысымызға салып, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.